Құрметті Тамырлас подкастының тыңдаушылары, біздің көрермендер, тағы да қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қауышуға тағы біздің бір қызықты тақырыбымыз дайын тұр. Және біздің студияға бүгін келіп, қонағымыз болып отырған біздің спикеріміз, белгілі енді теолог деп айтсақ болады, маман өз саласының, Шаумет Апалым Фазылжанұлы. Қош келдіңіз, келгеніңізге көп рахмет. Уақыт бөлгеніңізге. Енді біздің тақырыптарымыз әртүрлі. Тамырлас деп жалпы подкастының атауын солай деп таңдадық. Өйткені біз бәріміз бір түбірден шыққанбыз. Бәріміздің тамырымыз бір. Және де қазір өмір қаншалықты әр алуанды болса да, бірақ бір-бірімізге жақындық іздейміз. Ешқандай айырмашылыққа қарамастан, адам әлеуметтік жануар деп айтады ғой, сондықтан жаңағы өзінің әлеуметтігін қайткен күнде де соны орнатуға тырысады. Сіздің де салаңыз ерекше, өте үлкен қызығушылық бар қылғанда, сондықтан да сіздің әңгімеңіз қызықты болады деп ойлаймын. Енді біздің дәстүрлі сұрағымыз бар басында, әңгіменің басында өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, осы бүгінгі істеп жүрген Ақниет қоғамдық қорының өзінің негізін қалаушысы болдыңыз, осы жұмысқа қалай келдіңіз? Бұл енді өзіңіздің бір ішкі ізденісіңіз ба, өзіңіздің бір қойған алдыңызға мақсатыңыз ба, әлде біреу сізге сол түрткі болды ма, осы қызметке келу үшін, осы жолға түсу үшін де болатын болса? Дұрыс. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті Айгүл Рахымбекқызы, көптен көп рахмет шақырып, сұхбат алғаныңызға, осы подкастқа шақырғандарыңызға рахмет. Енді өзім және осы Ақниет қоғамдық қор туралы айтсам, бұл 2014 жылы құрылды. Басында құрылғанда өзіміз 3 маман ғана едік. Бүгінгі күнде 20 өзіміздің өкілдігіміз бар, республикалық қоғамдық қор болып саналады. 160 маман біздің қоғамдық қорда бүгін қызмет істеп жатыр. Енді біз қайтсек та осы мемлекетімізге, қоғамға көмек көрсетіп, осы дәстүрлі исламға шақырып жастарымызды, және мынау деструктивный ағымына адасып кеткен жастарымызды қайтсе де қайтарып, қоғамға қосып, жанұясына, әке-шешесіне, туысқандарына қоссақ па деген сондай мақсат. Енді өзім теолог болғаннан кейін 2014 жыл алдында сол Діністер агенттігінде жұмыс істегесін, көп ата-аналар 2014 жылы 2013-тен бастап, 2012-ден бастап көп ата-аналар звондайды, көмектесіңдерші маман ретінде. Өйткені менің жалғыз балам, жалғыз немерем, не болмаса жалғыз қызым осы Сирияға, Иракқа кетіп жатыр, кетейін деп жатыр. Соларды тоқтатып, түсіндірме жұмыс жүргізіп, деп әрбір өңірлерге шақырды. Сол біз 3 жігіт, маман, сол әрбір өңірлерге барып, осы жігіттердің сөйлесіп, қасында болып, қасында жатып, апталап, айлап, қасында жатып, болмай жатса, осы Астанаға алып келіп, осы жерде осы арендаға пәтерлер алып, осы жерде осы 2 ай, 3 ай солармен үлкен жұмыс жасалды. Соның осы жұмыстың арқасында 2012-ден 2015-16 арасында 4-5 жылдың ішінде біз 500 осы Ақниет орталығы 512 өзіміздің азамат-азаматшаларымызды кетейін деп тұрған жерінен сол джихадқа барамыз деген, Сирияға барамыз деп тұрған азамат-азаматшаларымызды тоқтатқан күндер болды. Бүгінгі күнде енді өңірге келгенде, сол жігіттерді кездескенде, сол қыздарды кездескенде көп рахметін айтады. Ата-аналар сол кезде тоқтатқан азаматтар әлі де байланыстасыз? Әлі байланыстамыз. Әке-шешелері, туысқандары, ағалары, әпкелері келген сайын бізді үйлеріне қонаққа шақырып, рахметтерін, алғыстарын айтып жатыр. Өкінішке орай, енді сонда да сол жұмыс атқарылды, бірақ сонда да тыңдамай кетіп қалған жастарымыз көп. Енді мына статистикаға жүйенсек, мына Қазақстаннан 850, енді нақты саны жоқ, сол где-то 850 азамат-азаматшаларымыз балаларын алып кетіп қалған сол Сирияға. Оның 850 адамы кеткен адамдардың где-то бір 220, ол өзімнің санауым бойынша, где-то бір 220-200 жас жігіттер, жасы
20-дан 35-тің арасында тепсе темір үзетін жігіттеріміз сол жерде қайтыс болды. Келіп енді оларды жерлеуге мүмкіншілік болмады, өйткені сол жерде соғыс болды, соғыс болып жатыр. Ол жерде ешкім қайтарып бермейді. Сондықтан сол жерде былай қарасаңыз қарғаға жем болып, құрт құмырсқаға жем болып, сол жерде дүниелері қалды. Жерлеуге де мүмкіншілігі болмады. Сонда не үшін барды? Не үшін барды деп сұраймыз, сұрақ қоямыз. Не үшін барды сол жастарымыз? Қалай адасты? Сол осы деструктивті діни ағым, мына ваххабизм ішінде такфиризм, джихадизм бағытында осыны идеологияны ұстанып кетіп қалған жігіттер. Енді мемлекетке, үкіметке көп рахмет. Осының бәрін көре тұрып, Қазақстан ең бірінші шешім қабылдаған 2018 жылы осы тамыз айында үлкен осы қауіпсіздік кеңесі болды Қазақстанда. Онда біздің бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сол кісі өзі басқарып, осыны жинап, осы тақырыпты көтеріп, ана жерде біздің азаматтарымыз қиын жағдайда қалғанда біз қол ұшын созып жинап әкелуіміз керек деді. Сондықтан осы 2019 жыл қаңтар айынан бастап осы жусан гуманитарлық операциясы басталып, Қазақстан өзі елге қайтара бастады. Сол осы жусан операциясының арқасында елімізге 754 азаматшаларымыз, балаларымыз қайтарылды. Соның ішінде қанша балалар болды? Қазір мен айтып өтейін, 37 ер адам. Ол ер адамдардың барлығы жас жігіттер, көбінесе барлығы сол ИГИЛда, даиш дейміз ғой, соның қатарында боевик болған, қолына қару жарақ ұстап, соғыста болған, сол 37 адамды әкеп, оларды 2020 жылы сот болды, барлығы сотталды, бүгін жазасын өтеп жатыр. Сол түзету мекемелерінде 37-сі барлығы бүгінгі күнде жазаларын өтеп жатыр. 191 әйел адам әкелдік. 191 әйел адам әкелдік. Оның енді өкінішке орай осы 5,5 жылдың ішінде екеуі қайтыс болды. Бір қарындасымыз рактан қайтыс болды, онкологиядан. Екінші ДТП-дан қарындасымыз қайтыс болды. Өкінішке орай қалған енді 189-ы бар, барлығымен біз байланыстамыз. Ақниет мамандары тығыз байланыста. Міне 5,5 жыл әлі жұмыс тоқтатылған жоқ. Бұл жұмыс осымен аяқталды, бітті деп айта алмаймыз. Әлі 5 жылға, 10 жылға созыла ма? Біз оны шаршамаймыз. Ары қарай жұмыс істеуге дайынбыз әрқашанда. Өйткені олар біздің кезінде қателесті, әрине. Оны енді еліміз, мемлекет жинап әкелгесін, енді біз енді ол азаматша сол балалардың алдында біз жауаптымыз. 526 бала қайтарылды. Оның ішінде 34-і жетім балалар. Әке шешелері сол бомбежка кезінде, соғыс кезінде қайтыс болған. Сол 34 бала жетім баланың келгесін Қазақстанға туысқандарын іздедік, әже аталарын іздедік, нағашыларын іздедік. Жартысы табылды, жартысын өкінішке орай балаларını сол балалар үйіне тапсыруға мәжбүр болды. Сонда сұрақ туындайды, не үшін бұлар Сирияға барды деп. Осы балалар сол балалар үйінде тәрбие алу үшін бе сонда? Енді сұрақтар көп әрине. Енді бұның барлығы қарасаңыз осы деструктивті ағымның жолына түсіп, адасып кеткен, уланып қалған жастарымыз, ол жерде әмірлер дайындаған кезде, Сирияға шақырған кезде, олар айтқан ана жерде халифат құрылып жатыр, Сирия жерінде, Шам жерінде халифат құрылып жатыр. Сол жерде мұсылмандарды өлтіріп жатыр, сондықтан сендер джихадқа бару керексіңдер, сендер хиджр жасау керексіңдер деп. Сондай үгіттеп біздің жас жігіттерімізді, жас қыздарымызды сол жаққа шақырып, бұлар алданып барды. Сондықтан мына жерде кешіріңіз бөлгеніме, бірақ қызықты нәрсе бұл жерде жаңағы құндылықтар жүйесі қалай өзгерді? Жаңағы сіз алданып қалды деп айттыңыз. Сонда біздің құндылық жүйеміздің қатаймағаны ма бұл жерде, осалдығы ма,
ал мысалы ол идеология қаншалықты мықты, ол қалай адамдардың құндылық жүйесін өзгерте алады, және де олар қайтып келгеннен кейін, мысалы сіздер оңалту жұмыстарын жүргіздіңіз, жаңағы білім күштеріңізді салдыңыздар, олардың жаңағы қазіргі таңда осы құндылық жүйесі қай жаққа бұрылды, осы жағынан қарастырып өтсек. Енді бұл жерде мен айтатынымыз, ол жас жігіттерді алдап исламға шақырған мына әмірлері, осы деструктивный ағымдарының әмірлері, бірінші бұларды енді тартады ғой, өзінің тобына тартады. Сонда тартқан кезде бұлар арасында әңгіме жүргізеді. Біздің қазір Қазақстанда жүріп жатқан ислам дұрыс емес, дәстүр ислам ханафи мазхабын дұрыс емес, имамдарымыз дұрыс оқымайды, мешітке сен бармау керексің, сен бізді тыңдау керексің деген. Әлгі жас жігітіміз ешқашанда Құран қолына ұстап көрмеген, аят сураларды оқымаған, хадистарды білмеген жігіт. Әрине адасып әлгі алдында отырған әмірді, әлгі жігітті ойлайды, мынау шынымен де мынау исламды жақсы біледі екен деп, мен осының соңынан ерейін деп, қайтсе де оның сыртында бұлар, егер де анау жас жігітіміз жұмыссыз жүрсе, жұмыс жағынан көмектеседі. Ақша болмаса, көп емес енді, біраз ақша береді. Машина болмаса, машинасымен көмектеседі. Сөйтіп өзіне қайтсе де өзінің тобына тарту. Қайтсе де. Одан кейін тартқаннан кейін әлгі кітап береді. Одан кейін олар бірін-біріне аят сияқты, енді как баят дейді, мен бұл жерде клятва дейміз ғой, сондай бергізеді аналарға. Содан кейін сол қайтсе де әлгі жігітті қасына тартып байлап алу. Одан кейін ол бұл жерде, әлгі жерде уже мына топқа түсіп көрсін, әрине арасында егер де мемлекеттік органда не болмаса бір институтта, не болмаса университетте оқып жүрсе, қайтсе де әлгі топтың әмірі әлгі жас жігітті қайтсе де ана университетті тастатқызады. Тастау керек, бөлу керек. Не болмаса бір жерде бір мемлекетте жұмыс істеп жүрсе, оны обязательно жұмыстан шығу керек. Оның ішінде көп, мемлекет органда істеп жүргендер, банкта істеп жүрген қаншама жігіттер бар, тастап кетіп қалғандар, осы топқа кіргеннен кейіндер. Студенттер көп, жас жігіттеріміз. Сондықтан сол оланып, қайтсе де сол мынаның айтқанын істеп, одан кейін Сирия басталды, одан кейін Сирияға жете бастады. Жоқтықтан, сауатсыздықтан, біріншіден. Одан кейін енді екіншіден мынау бұл жерде айту керек, аналар, әмірлердің әлгі адаммен сөйлесу, жастарды сөйлесу, және өзіне тартып алу. Тартымды болып тұр ғой, жаңа сөзіне сендіреді. Әрине. Бұл жерде бұлар әмір болу үшін әрине харизма деген болу керек. Әлгілерді дайындалып келген. Әрбір нәрсеге қолдарында дәлелдері бар. Құранның ішіндегі аят сүрелерді бұрмалап, өзіне ыңғайлы қылып, әлгі жастарға түсіндіріп айтады. Құранда былай жазылған деп. Джихадты деп Құранның ішінде жазылған, Құран священная война деп сол жазылған, соны бұлай көрсетеді, міне көрдің ба, былай жазылған дейді. Исламда олай емес. Джихад дегеніміз не? Әрбір 100 жыл арасында осы исламның ішінде ғалымдар бұл түсіндірме берген. Священная война деген не деген? Қасиетті соғыс емес. Бұл джихад дегеніміз біріншіден әрбір адамның өзінің жаман бір несі бар ғой, мынау қасиеті бір. Темекі шегу жақсы көреді. Жаман әдеттерімен, біріншіден сол өзің жаман әдеттерімен күресу керексің. Егер де сен соны жеңсең, сонда сол джихад болып саналады саған. Бұлар айтады, жоқ, джихад деген қолыңа сен қараға жадап алу керексің да, кетіп Сирияға бару керексің, Афганистанға бару керексің, сол жерде мұсылмандарды ренжітіп жатыр, сен мұсылмандарды қару-жарақпен соларға қорғау керексің деген сондай түсіндірме жүргізіледі. Сөйтіп сол жігіттеріміз алданып, өкінішке орай сондай. Әйелдер не үшін кетеді? Енді бұл жерде көбінесе мынау енді әйелдермен біз көп жұмыс істеп жатырмыз ғой, қыз-келіншектердің айтатыны 90-95% айтатыны мен енді мұсылманның әйелі болғаннан кейін мен өз күйеуіме бағынуым керекпін. Сондықтан күйеуім айтқасын, мен күйеуімнің соңынан еріп кеттім дейді. Ондай да бар.
Одан кейін тағы да мынандай да бір оқиғалар бар, кездеседі. Әйел жас келіншек айтады, мен Сирияға бармаймын деп күйеуім айтқан кезде, күйеуім айтты дейді, енді сен қал Қазақстанда, мен мына 3 баланы аламын да өзім кетемін. Сол 3 балам үшін мен осы жанұямның артынан еріп кеттім. Сонда бала жаңағы екі арада сондай бір орысша айтқанда заложник, қазақшасы шыны керек білмеймін қалай болатын. Сонда жаңағы баланың тағдыры, жаңағы әкесінің шешімімен байланысты отбасында. Көрдіңіз бе, мыналар ер азаматтар соны ана баланы пайдаланып, как не сияқты инструмент сияқты пайдаланып тұр да, ана қайтсе да әйелін көндіру керек. Сөйтіп кеткендер ондай оқиғалар да бар. Енді ішінде жас келіншектеріміз бар, тұрмыс құрмаған, ана жаққа барып сол нағыз еркектермен, нағыз боевиктарға күйеуге шығамыз, солармен жанұя құрамыз, сондай деген, ондай мына 5%-дің ішінде ондай қыз келіншектеріміз де бар. Иллюзия деп айтсақ бола ма? Әлде бұл өз жаңағы арманына жету ма? Сонда бұны қалай түсінуге болады? Көбінесе бұл жерде иллюзия деп айтсақ болады. Иллюзия деп. Бұлар енді мына қазір не көп, сол кезде осы 2012-ден бастап көп осы интернетте сайттар көп шыға бастады. Оны дайындаған осы мына Даиш террористік ұйымның өзінің ішінде отырған блогерлары бар, өзінің ішінде отырған айтишниктер бар. Осы әдемі жақсы роликтарды салып, әдемі жағынан көрсетіп, қайтсе де ана жастарды тарту болды. Соған енді соны қараған ана қыз келіншектеріміз соған сеніп, шынымен де ана жерде барсақ біз, сол жерде біз нағыз шынымен де бір еркек тауып алады екенбіз, сонымен жанұя құрады екенбіз, сонымен бір қасында болайық деген сондай мақсатпен. Бірақ барғаннан кейін олар өкінішке орай алданып қалды. Олар енді бұл жерде мына Даиштің заңы бойынша егерде күйеуі қайтып кетсе, 2 ай уақыт беріледі қыз келіншекке, ана күйеуін ұмыту үшін. 2 айдан кейін ол келіншекке басқа ер жігітті тауып береді. Осыған шықсаң да, шықпасаң да осыған шығасың. Мәжбүр. Оның ішінде еще ана өздері анау Даиштің басшыларының осы мына әйелдер мынау бір лагерьде тұрса, сол лагерьдің ішінде әйелдер қыз келіншектердің арасында өздерінің адамдары болады. Мынаның 2 ай өтті, мынаның күйеуі өтіп қайтқаннан кейін, мынау келіншек дайын, осыны үйлендіру керек, осыны тұрмысқа шығару деген, соны қосу керек деген. Мынау жарайды, 2 ай өтті, қосылды. 2 айдан кейін мынау тұрды, там 1-2 ай тұрды, екінші күйеуі ол да қайтыс болып кетуі мүмкін. Қайтыс болып кеткеннен кейін, содан кейін осылай 3-ші рет, 4-ші рет, 5-ші рет сөйтіп біз Қазақстанымызға бір келіншегіміз келді, 8 рет тұрмысқа шыққан Сирияда. Сол 8 күйеуінен 6 баламен Қазақстанға келді. Өкінішке орай сондай оқиғалар бар. Енді бұл енді қайталамасын деп тілейміз. Сондықтан осы қазір үлкен жұмыс істеліп жатыр. Әрине бұл проблеманы мемлекетте көріп отыр, құқық органдары да біледі. Осы 2013 жылы, 2022 жылға дейін осы Қазақстанымызда 10 жылдық мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Соны жақсы аяқталды деп мен санаймын, нәтижелер бар. Егер де сол мемлекеттік бағдарлама болмағанда, біздің жағдайымыз одан да болып жүрді. Сондықтан сол бағдарламаның арқасында қаншама жұмыс атқарылды. Қаншама осы профилактика жүргізілді. Шын айтсақ, сол жұмыстың арқасында Құдайға шүкір бүгін еліміз, Қазақстанымыз тұрақты, енді бір өңірлері бар. Оған енді біз өзіміз көңіл аударып, сол жақта көбірек жұмыс істеп жатырмыз. Оны мына Десер комитеті де біледі, мына құқық органдары да біледі. Сондықтан не болса да еліміз тыныш болсын деп соны сол салады. Жаңағы сіз айтқан 526 бала келді. Сол кезде енді 5 жыл өтті. Есейді ғой ол балалар, Сонда олардың тағдыры қалай жалғасып жатыр? Енді бұлармен көбінесе бұлар мектеп оқушылары, енді көбінесе бұлармен
мына мектеп психологтары үлкен жұмыс жасап жатыр. Енді мынау әке шешелер мен ақниет мамандар жұмыс істесе, мына оқушылармен осы мектептегі психологтар. Өйткені осы мектептегі психологтарға да біз сабақ беріп 2019 жылдарда көп осылар үйреткен едік. Бұлар өйткені алдында мектеп психологтары бұндай контингентпен жұмыс істеген жоқ. Иә. Сондықтан біз осыларға онлайн режимде болсын, офлайн режимде болсын, осылай жүріп Қазақстанда көп осы мектеп директорлерімен, мектеп психологтармен осы ақниеттің мамандары көп жұмыс істедік. Соның арқасында жақсы нәтиже бар. Біз енді мына министерствомен тығыз байланысамыз, министерство просвещения. Сондықтан мен солардың айтып ойынша осы келген балалардың, осы 526 баланың 60-65% 4 пен 5-ке оқып жатыр. Иә, ішінде мына олимпиада, әртүрлі конкурстардан жеңімпаз болған бала оқушыларымыз бар, Құдайға шүкір. Мен олармен кездескенде әке шешелеріне де болсын айтам, балаларға да айтам, мен енді үлкен үмітпен сендерге қарап отырмын. Ертең мүмкін сендер ішінде министрлер шығар, мүмкін жақсы мамандар шығады деп мен сенем, соған ұмтылыңдар деп. Жақсы мотивация берген. Кездескен сайын сол балаларға әке шешелеріне сондай мотивация беріп жүреміз. Мына жерде бір мынандай сұрақ бар. Жалпы әрине жаңа сіз айттыңыз, оларға жаңа халифат орнатамыз, иә, басқа мемлекет, енді бақыт сондай сезіндіретіндей, сондай үміт беретіндей бір нәрсе айтылады ғой, иә, жаңа идеология тартымды болу үшін. Жалпы осы жерде біз жаңа президент осы ұлттық құрылтайда біздің елді біріктіретін ең басты біздің жалпы елдің бірлігіне қызмет ететін осы біздің құндылықтар жүйесін атап өтті. Соның ішінде ел бірлігі әрине. Мемлекет осы жағынан ұтымды жағын қалай көрсетесіз? Жаңағы Қазақстан Республикасына, осы елдің мүддесіне жұмыс істеу үшін, оны жаңағы қайтарып алу үшін қандай дәлелдеме келтіруге болады? Енді бұл жерде енді бұлай діннен, исламнан қорқатын ештеңе жоқ. Оны мына қазағымыз айтады ғой, дінді ұстай білсең қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің деген секілді. Сондықтан бар ғой, шынымен де діндер адам, егерде мынау өзіміздің ата бабамыз бәлен ғасырдан келе жатқан өзіміздің осы Орта Азияда, Қазақстанда таратылған осы ханафи мазхабы, оның ішінде матуриди осы идеологияны ұстансақ, адаспайды. Қаншама бізде, міне егерде статистикаға сүйенсек, бізде міне қазір 20 миллион халық бар, 21-ші жылғы мына санақ өтті ғой, перепис. Сонда 1 миллион 800 адам өзімді намаз оқимын деп атап өткен. Енді сол 1 миллион 800 адам, мен ойлаймын, осы ислам дінін ұстап жүрген, намаз оқып жүрген, жолда жүрген, ешқашанда адаспайды олар жігіттер. Оларды ешкім адастыра алмайды. Олар тек қана мемлекетке өзімізге пайдасын тигізеді. Сондықтан бар ғой, мен ойлаймын, бұл жерде енді қорқатын тек қана біз осы ата-аналарға, ата әжелерге айтатыным, тек қана осы балаларымыз, немерелеріміз осы намаз оқимын деп жатса, не болмаса ислам дінін білгіңіз келеді деп жатса, білемін деп жатса, бұл жерде байқау керек. Қандай кітап оқып жатыр, қандай сайт қарап жатыр, қай мешітке барып жатыр, қандай адамдармен кездесіп жатыр. Мына көшедегі көрінген бір мен исламды білем, уағыздаушылармен кездесіп керек емес. Осы имамдарды тыңдауымыз керек. Қазір Құдайға шүкір, бүгінгі күнде 2000 жылдарға салыстырғанда бізде қазір муфтиятта жақсы білімді имамдар көбейді, білімді. Ол жерде жаңағы дәстүрлі ислам орталығы ашылды. Қаншама кітап шығып жатыр, қаншама мақалалар шығып жатыр. Әрбір мешіттің өздерінің сайттары бар. Соларды көріп, солардан үйренсе, біздің жастарымыз адаспайды. Өкінішке орай, мынау енді осы уағыздаушылардың көбі, осы құқық органдары осы соңғы 10 жылда көп жұмыс істеп, осы Қазақстанымызда, Қазақстан сыртында жүрген уағыздаушылардың көбісін ұсталып, сотталды.
бүгінгі күнде осы соңғы 10 жылдың ішінде 12 уағыздаушы ұсталып, өздерінің жазаларын осы түрмеде Қазақстаннан шыққан. Қазақстаннан шыққан. Қазақстан азаматтары. Қазақстан азаматтары. Біреу Сауд Арабияға қашып кетіп үлгеріп, Сауд Арабиясына отырып, интернет арқылы осы такфиризм, джихадизм туралы әңгіме жүргізген 10 жыл бойы. Қайта алмадық. Біреу Афганистанда жүріп, сондай уағыз жүргізген. Сондай жұмыс көп атқарылды. Қазақстан енді сол салада көп жұмыс істеліп, солар қайтарылып, сол бүгінгі күнде солар жазасын өтеп жатыр. Енді бүгінгі күнде қарасақ, осы Жусан операциясының арқасында енді Қазақстан бірінші болғаннан кейін біздің үлгі ретінде Қазақстан, содан кейін бізден қарап өзі осы Орта Азияда Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан өз азаматтарын қайтара бастады. Ресей Федерациясы әкелді. Соңғы рет Ресей Федерациясы былтыр Дағыстан мен Чечня 4000 бала келді. Осы жазда Қырғызстан 500 адамдай әкелді. Енді үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Франция мемлекеті өзінің, Мальдивы, осы мемлекеттер осы бізге Қазақстанға тәжірибелеріңізбен бөлісіңдерші, өйткені сіздер бірінші бастаған, сіздердің өздеріңіздің орталықтарыңыз бар, өздеріңіздің мамандарыңыз бар, өздеріңіздің жасалған методикаларыңыз бар. Сонымен бөлісіңдерші деп, осы бізді шақырып, осы Франция мемлекетіне 2 рет барып келді біздің мамандар. Өте қызықты екен. Францияның қандай проблемасы бар? Бұлар қалай байланысты осы мәселемен? Енді дәстүрлі, мысалы, басым көпшілігі бұлар енді христиандық өкілдері, мүлдем басқа мәдениет, жаңа мемлекеттің өзінің де ұстанымдары, заңдары енді өте мықты деп айтсақ болады. Дұрыс айтасыз. Дұрыс сұрақ, әдемі сұрақ. Енді бұл жерде айтуымыз керек, енді мемлекет көп ұлтты, Франция көп ұлтты мемлекет, оның ішінде 10 миллиондай мұсылманы бар екен. Алжирдан келген, Сомалидан келген, тағы бір басқа мемлекеттен келген мұсылмандар көп. Сондықтан 2011-ден бастап осы Сирияға шақыра бастаған кезде 85 мемлекет, әлем бойынша 85 мемлекеттен мұсылмандар осы Сирияға, Иракқа өтіп кеткен. Сондықтан Франция осы 2 жыл бұрын 200 адамын қайтарды. 200 адамы қайтарғанда оның 80 әйел адам, 120 балаларына келді. Сондықтан бізден кеңес, консультация сұрап әкелдік, бірақ бізде мамандар жоқ. Осының жағынан бізге берішті деп, осы біздің елшілігі, Франция елшілігі, Қазақстандағы Франция елшілігі бізге шығып, өздері жол расходтарын төлеп, бізді сол 10 күнге шақырып, сол жаққа барып келдік. Мальдиваға барып келдік. Жазда осы Тәжікстанда барып келдік. 1 апта бойы сол жерде сабақ беріп, осы тренинг өткізіп, өзіміздің методикамызбен, өзіміздің білімімізбен, өзіміздің тәжірибемізбен бөлісіп қайттық. Өзбекстанмен кішкене біздің ұқсастығымыз бар, бірақ айтып келе жатқан бізде кейбір эксперттер айтады, біз неге сондай қатаң заң ұстанбаймыз, Өзбекстан ұстанғандай деп. Сіздің пікіріңіз қалай бұл жерде? Бізге ол енді әрине біз көршілес, енді түркі халқымыз, әрине ағайындымыз деп айтсақ та көп болмас. Сондықтан біз Өзбекстан болсын, болмаса Тәжікстан болсын, басқа бір мемлекеттердің үлгілерін алып керек емес. Біздің өзіміздің бағытқа қалған өзіміздің бағытымыз бар, сол бағытпен жүрсек, мемлекетіміз бұл проблеманың бәрін біледі. Егер де тыйым сала бастасақ, бұлар сақалдарын алып тастап, мына шалбарларын ұзартып, біздің қоғамның ішінде жүреді. Бірақ сана сезімі, ойы, мына көзқарасы өзгермейді. Сондай біз мына Тәжікстанда кездестік. Көп азаматтар әлі жастар ваххабизмді запрет қойып тастаған. Мемлекет запрет қойып тастаған. Бірақ именно осы ваххабизм идеологиясы ұстанатын азаматшалар азайған жоқ. Өкінішке орай, міне қаншама теракт жасап жатыр, соның ішінде барлығында өздеріңіз көріп отырсыздар. Тәжікстан азаматтары, мен бүгін интернетте тоже көріп қалдым, Америкада 8 Тәжікстан азаматы ұсталынып, кеше түнде осы солар қамауға алыныпты. Бұларда сол Даишпен, ИГИЛмен байланысы бар деп
Америка үкіметі сол құқық органдары ФБР дейді, солар ұстап, соларды үлгерген. Сондай. Әрине бұл өте үлкен көрсеткіш, иә, 8 адам бірден бәрі де Тәжікстан азаматтары деген әрине бұл өте үлкен бір болып жатқан процестің көрінісі сияқты. Оңалту жұмыстары қалай олар енді бірізділікке қойылған ба, мемлекет тарапынан бір арнайы бағдарламалары бар ма? 2022 жаңа айтқандай мемлекеттік бағдарламамыз аяқталды 22 жылы. Бізде мысалы Тәжікстан мен Өзбекстанда бар ма осындай? Бұлар енді Тәжікстан міне осы 2 апта болды ма, мемлекет, үкімет кәдімгідей бет бұрып үлкен бағдарлама Қазақстан сияқты қабылдайын деп жатыр. Өйткені президенттер Эмомали Рахмон өзі үлкен жиналыс өткізіп, осы мәселені көтеріп, осы Қазақстанның жолымен олар да жүрмекші. Осындай жұмыс атқарылмақшы. Ал енді біздің Қазақстанда сол 2023-тен бастап өзімізде үлкен жоспар құрылды. Сол жоспармен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Енді жұмыс аяқталатын емес, әлі жұмыс көп. Енді бәрі жап-жақсы, бәрі тып-тыныш деп айтсақ, ешкім сенбейді бізге. Сондықтан алдымызда үлкен жұмыс бар. Сол жұмыс істеуге біз әрқашанда дайынбыз. Әрине, бұл оп-оңай жұмыс деп айтуға ауызға оңай, шынымен айтсақ. Бұл өте ауыр жұмыс. Адамның сана сезімін, көзқарасын өзгерту, ана бір идеологияны ұстанып жүріп, соған бағынып, соны қабылдап, мына жүрегімен қабылдап, сана сезіммен қабылдаған адам, соның сана сезімін өзгерту деген өте үлкен ауыр жұмыс. Бірақ сол жұмысты істеуіміз керек. Өйткені істемесек, біз болашағымызда жастарымыздан айырылып қаламыз. Сондықтан осы террористік ұйымдардан неше түрлі қорқытатын да әртүрлі жағдай болады. Түрмеге барамыз, түрмедегілер де қорқытатын да, сотталғандар қорқытады. Бірақ соған қарамастан мен мамандарға айтамын, олар айта берсін, оны егерде біз істемегенде оны кім істейді? Сондықтан осы бағытта, осы салада біз ерінбеуіміз керек, шаршамауымыз керек, осы жұмыстар қарай жалғастыруымыз керек деп. Мамандар қайдан келіп жатыр сіздерге? Міне сіз басында айттыңыз, 3 адам болып бастап едік. Қазір 20 регионда сізде 20 өкілдеріңіз бар. Бұл өте үлкен жетістік. Шынымен де теолог мамандары жоқ еді бізде. Қазір сіз қайдан алып жатсыздар мамандарды? Енді әрине, енді Ақниетке өзіміздің орталық өзін құрғаннан кейін өзіме ыстық болып көрінеді. Сондықтан қайтсе де осы орталықта жақсы мамандар істесін деп тырмысамыз. Енді Қазақстанда жалпы енді уже неше жыл болды, 22 жыл ма, 23 жыл осы салада істегеннен кейін барлық жақсы мамандардың барлығын білемін. 5 саусағындай. Сондықтан соларды шақырамыз. Әрине, кадр мәселесі бар. Бізде жалғыз теологтар ғана емес, психологтар да жұмыс істейді. Психологтар, өзіміздің отдельно юристіміз бар, социологтарымыз бар, аналитиктеріміз бар. Олар өздерінің жұмыстарын істейді. Солай кадр әрине қиындау, бірақ сонда да мына бүгін Құдайға шүкір, мына Алматыдағы Нұр Мүбарак университетіміз жақсы мамандар шығып жатыр, жас жігіттер шығып жатыр, білімді. Соларды тартып, соларды үйретіп, өзімен бірге түрмеге барсақ, түрмеге алып барамыз. Әңгімеге тартсақ, вахабиттер болсын, джихадистер болсын, соларды отырғызып, қастарымызға жастарымызды отырғызып, көріңдер, қалай әңгімелесу керек, немісімен қызықтыру керек. Өйткені бар ғой, бұл жерде былай ғой, мына алдында отырған террорист болсын, мына джихадист болсын, оның әрбір маман, мына араб тілін білетін, Құранды жатқа білетін, хадис жатқа білетін адам әңгімелесе алмайды. Оны өзіне тартып, оны райынан қайтара алмайды. Оған тәжірибе керек. Өзінің мынандай шоғының сыртында, мына Құраннан басқа, хадистан басқа өмірлік тәжірибесі болу керек. Одан кейін, сондықтан соны бәрін дәлелдеп, өйткені бар ғой, олар алдында отырған джихадист, такфириттер айтқан сөздің, әрбір сөзіңе дәлел сұрайды. Сен соған дәлелдеп беру керексің. Сондықтан сол жас мамандарымызды үйретеміз, тартамыз. Енді сондай үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Енді мынандай сұрағым бар, жаңағы мамандар бұл бағытқа кеткен ер адамдар да бар, әйел адамдар да бар.
сонда сіздер жаңағы ер адамдармен ер адам жұмыс істеп, әйел адаммен әйел адамдар жұмыс істей ма, әлде бұл жерде методикаңыз басқа ма? Жоқ, дұрыс, жақсы сұрақ. Бұл жерде енді мына гендерный политика дейді ғой. Енді ол бізде қаралған, өйткені бар ғой, мына теологтардың арасында әйел адам теологтарымыз өзіміздің бар. Психологтарымыздың барлығы қыз келіншектер, көбінесе қыздар, қыз келіншектер. Теологтар енді өкінішке орай аздау Қазақстанда әйел теологтар, бірақ санаулы болса да біз өзімізге тартып, бізде бүгін күнде жұмыс. Осы мына 189 Сириядан келген, Жусанмен келген әйелдермен осы өзіміздің осы әйел теологтар жұмыс істеп жатыр. Өйткені олар ер адаммен сырасы байланысқа бармайды, сондай проблема бар. Негізі кіммен жұмыс істеу қиынырақ? Әйел адамдармен бе, ер адамдармен? Тәжірибеңіз қалай болды? Енді әйел адамдармен кішкене қиындау. Ер азаматтармен кішкене жеңілдеу, оны шындығын айту керек. Бірақ енді әйел адамдармен де жұмыс істеуге болады. Істеп жатырмыз. Мына келген айтып отырмын, 189 әйеліміздің 95% бүгін күнде Құдайға шүкір 5,5 жыл ішінде пайымнан қайтарып, өзіміздің дәстүр исламды ұстанып, бүгін күнде олар өздері сол Сирияны, сол проблеманы ана жерде 5-6 жыл жүрген сол проблемалар, сол соғысты көріп, қанды көріп келді ғой енді. Өлімді көрді, соны бәрін ұмытып, бүгін күнде өз күндерін көріп жатыр. Әрине, келгеннен кейін 2 жыл, 3 жыл бойы мемлекет көмектесті. Киімін де әперіп тұрды, үй жағынан да көмектесті, жұмыс жағынан көмектесті. Қазір одан кейін біз енді бұларға айтып жатырмыз. Мемлекет көмектесе бермейді сендерге өмір бойы. Сондықтан енді өздерің күндерін өздерің көріңдер. Кезінде басында көмектестік, швеяға да үйреттік, парикмахерға да үйреттік, торт пісіруді үйреттік, барлығын үйретіп, қазір бүгінде ол қыздар ішінде уже жеке кәсіпкерлер де бар, бизнес-леди болып, ішінде машина алып жатқандар да бар, өзі семьясын асырап, 4-5 баласын асырап, сондықтан бірақ кездескенде мен айтатын бір кезінде мемлекет сендерге көмектесті. Қиын жағдай жүргенде жинап әкелді, көмектесті. Соны ұмытпаңдар. Мына өсіп келе жатқан балаларың, қыздарың, сендердің ұлдар әсіресе, ұлдар әкесінің жолын қумасын, адаспасын, жақсылап тұрып тәрбиелеңдер деп кездескен сайын осы қыз-келіншектерге айтып отырамыз. Өте жақсы әңгімеңіз, өте қызықты болып жатыр. Тағы бір соңғы сұрағым бар, енді айтып өтсеңіз. Жалпы қазір енді бұл 12-ші жылдары, 15-ші жылдары болған. Ал енді қазір міне соңғы жылдары осы толқынға қосылғандар бар ма, әлде саябырлады ма? Жақсы сұрақ. Біз енді оны анализ жасап отырамыз. Ай сайын, апта сайын, енді мына 2018-ден бастап қарасақ, 2018-ден бастап соңғы рет осы Сирияға кеткен 2018-де тіркелген. 2018-ден бері тыныш. Бір азаматшамыз шыққан ондай жоқ. Өкінішке орай біздің көршілерімізден кетіп жатқандар әлі күнге дейін бар. Бірақ біздің Қазақстанда тоқталды. Мен бұны ойлаймын, мына үлкен жұмыстың арқасында, өйткені мына осы Жусан операциясы күннен кейін мен өзім осы 2019-2020 жылы прямой эфир, мына тікелей эфир ток-шоуға шығып, осы қыздарды алып, қаншама мақала шығылды, қаншама ролик жасалды, кездесу қаншама болды, телевидение болсын, радио арқылы болсын, солардың арқасында мен жастарымыз ойланды деп ойлаймын. Осы бағытта осы ағымда жүрген азаматтарымыз ойланды. Шынымен де қаншама мынау жігіттеріміз өліп қалды, қаншама балаларымыз, қыз-келіншектеріміз қиналды. Соның барлығын өздерінен құлағымен естіп, өз көздерімен көргеннен кейін мен ойлаймын, сол тиылды деп ойлаймын. Өте жақсы нәтиже. Енді осы жұмысыңыздың жалғасы қалай болмақ? Өзіңіз қандай жоспар қоясыз алдарыңызға? Енді әрине жоспар әрқашанда бар, арманымыз да бар. Енді біріншіден осы істеп жатқан осы күні-түн істеп жатқан еңбегіміз, біріншіден осы еліміз, Қазақстанымыз тыныштық болсын. Өкінішке орай міне
тәуелсіздік алғаннан бері 2011-ден 2016 жылдың ішінде осы 5-6 жылдың ішінде Қазақстанымызда 16 теракт болыпты. Сол 16 теракттың кесірінен жүз шақты адам құқық орган қызметкерлері ғана қайтыс болған. Мына басқа азаматтар санамағанда. Сондықтан бір ғой, енді сондай болмасын деп осы салада үлкен жұмыс істеп жатырмыз. Қазақстанымыз не болса да тыныштық болсын деп ерінбей еңбек етіп жатырмыз. Енді қайтсек та енді былай тағы да көбейсек деген арманымыз бар. Үлкен бір өзімізге бір офис алсақ, осындай сіздер сияқты осындай бір студия ашсақ па деген арманымыз бар. Қайтсек та осы тәжірибемізбен бөлісіп, әрине осы жастарымыз адаспасын. Енді өзім де міне жасым 57-де, өзім 2 немереміз бар. Екеуі ұл, өзімнің одан кейін ұлдарым бар, өсіп қалған уже. Сол ұлдарым, немерелерім осы деструктивный ағымдарына кетіп қалмасыншы деген, басқа жастарымыз кетіп қалмасыншы деген сондай арманым бар. Сондықтан осы қайтсе де жастарымыз жақсы гүлденген дамыған елімізде күн көрсе екен, осы өмір сүрсе екен деген сондай арман бар. Керемет, өте үлкен асқақтаған арман орындала берсін. Әмин. Біз де тілектеспіз әрине. Рахмет. Әлім Фазылжанова, көп рахмет бүгін келгеніңізге, осындай тәжірибемізбен бөлісіп, біздің көрермендерге жақсы ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Ал біздің көрермендерге, тыңдаушыларымызға айтатыным рахмет біздің бағдарламаға назар аударғандарыңыз үшін. Және бүгінгі әңгімеден сіздер де өздеріңізге бір жақсы ой түйдіңіз деп ойлаймын. Көп рахмет.